Темір жол бойын өткелге айналдыратын жандар мұның соңы өз өміріне қауіп төндіретін білем екен. Біледі әрине, бірақ көп жағдайды ескере бермейді. Уақыт үнемдеу үшін пойыз жолын кесіп өтетіндер немесе кешіккендердің әрекеті секундына 20 метр жылдамдықпен жүретін темір жол көлігін тоқтата алмайтыны анық. Мұндай жағдай жыл санап көбеймесе азаяр емес. Мысалы, өткен жылдың қорытындысы бойынша 100-ден аса адам пойыз астына түскен, оның жартысынан көбі көз жұмыпты. Бұл жоғарыда айтқандай тұрғындардың салғырттығынан орын алған оқиғалар. Ең бірінші оған куә болатынбыз, неге десеңіздер, өйткені пойызды көрген бетте тез шығып қалады, оны машинесі көрмей қалады, не жаңағындай ара қашықтық аз болады, оны тежегіштер іске қосқанымен де оған дым пайда болмайды, адамды басып, адамдар қайтыс болады. 400 метрдей жерде адам 2 метрге былай қарай кету керек. Ал кетпей құлағында наушник болатын болса, или жолға ештеңке сигналдарға қарамай жүре беретін болса, онда жаңағындай тежегіштер іске қосып, экстрен тоқтау керек болады. Мысалға, жаңағындай путешествиелер шығып қалуы мүмкін, жол жөндейтіндер, жилеткасыз болуы мүмкін. Ондай пойыз жаңағындай жөндейтіндер жылтухамен жүру керек, жаңағындай үстіндегі белгілеме несімен жүру керек. Ондайда кейде ондаймен жүрмей қалады да, қисық кривойларда, таулы жерлерде машинist кеш байқап қалады. Апатты жағдайлар көбіне теміржол станцияларында, қаланың қақ ортасындағы өткелдерде орын алады. Сол себепті